Конфессияаралық келісім Қазақстан тәуелсіздігінің негізі. Елордада осындай тақырыппен халықаралық конференция өтті. Онда бас қосқан сарапшылар егемен еліміздің бүгінгі жетістіктері елдегі тұрақтылықтың жемісі деп ой қорытты. Қазақстанда 130-дан астам ұлт пен ұлыстың 20-ға жуық діннің өкілдері тату-тәтті өмір сүріп, республиканың дамуына теңдей үлес қосып келеді. Біздегі конфессияаралық және этносаралық келісім барша әлемге үлгі. Ел дамуының кепілі де сол дейді Нұрсұлтан Назарбаев орталығының басқарма төрағасы Болат Сәрсенбаев. Стабильность, она предполагает... Тұрақтылық этносаралық келісімге, конфессияаралық келісімге әкеледі. Онсыз елді дамыту іс жүзінде мүмкін емес. Қандай да бір нақтылық болған жақсы. Қоғамдағы тұрақтылық жағдайында ғана біз алға қарай дами аламыз. Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы күндерінен бастап ел басшылығы тарапынан, ел үкімет тарапынан бұл іске үлкен көңіл бөлініп келеді. Тәуелсіздік бізге жоғарыдан ғана берілген сый емес. Әрине біз баталы елміз. Десек те мұның барлығы еңбектің арқасы, ел басшылығының, үкіметтің еңбегі, халқымыздың осы жетістіктерге жету жолындағы еңбегі. Руководство страны, со стороны правительства Казахстана. Сондай-ақ спикер 18 жыл бойы дәстүрлі түрде Қазақстанда өткізіліп келетін әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі келер жылы 14-15 қыркүйек күндері өтетінін еске салды. Айта кетейік, съезд алғаш рет 2003 жылы еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен өткізілді.